Bismillah'dan sözüm bastaldı. Can var adamzat kaygısız ömür sürsün deyip jarattı жермен аспанды. Таңғаласаң қарасаң тіреу жоқ яки аспалы, шымшытырық шоқ жұлдыз жапсырғандай таспалы. Шам жарығың ай мен күні кедергі кетіп тұра алмай тау менен тастың асқары. Әуелі Алла жаратқан күн түнекті санақтан, аршы мен күрси әуелі жаралды лауқы қаламдан. Дүнияға бірінші адам Сәфи атамыз жаралып шықты ұжмақтан. 124 мың пайғамбар, бұлардың ісі болмаған мал менен мүлік тағамнан. 33 мың сахаба құрылды нәгіманнан. Мал мүліктен хабарсыз өмірі өтті жалғаннан. Жетім қалдан сахаба, атасы мәлік дүниядан ертүрек опат болғаннан. Сахабаның афзалы әнесет әсіл зүрияттан. Пайғамбар Мұхаммедке біздің бет нұр жауар детті талаптан. Қасымда менің болсын деп әнесті жақсы ұнатқан. Әнес 9 жасында пайғамбардың қасында, көңілінде кіршік жоқ, істеді қызмет асылған. Пайғамбарым бір күні керуен тартқан талаппен Медине Меке Мысырға қайтар уақыты тоғысты. Күз аяғы қыстың басында күн қарайып кеш болып, бұйрық болған сол жерде ереулеуге қосынға. Жылы су жоқ, тамақ жоқ, бүркеніп жаттық қосында. Атама қиын болар деп, дәрет су болар обал деп, бір құман суды мұз қатқан. Тықты әнес қысымға, балауса жастың күшімен, таң намазы болғанша айналды құманы суға. Пайғамбарым нұрлы адам, мұз болса да мұңайман. Таң намазы уақытында пайғамбар тұрған орнынан су әкел деп дәретке сұрапты әнес баладан. Сол кезде әнес құлдық деп ұшып тұрды орнынан. Bir құман суды ата деп суырып берді қойыннан. Қолын жуып қараса ып-ысы суы жылыған. Сен жылы суды шырағым алдың деп қайдан сұраған. Атама қиын болар деп, дәрет су болар обал деп, бір құман суды мұз қатқан. Тәуелім қолтыққа қойдым да жылып тұрар деп, ырза болып сонда балаға жалынып Алла талаға қолымды көтер балам деп. Батасын беріп балаға қусырды қолын ақпар деп. Атасының осылай әнес алған батасын, сөзімнің болса ішінде кешірге Алла қатасын. Үйленіп әнес сахаба, атасынан айырған қожалықтың арасы. Әнес сахаба үйленеді. Үйленіп бөлек шығып кетеді. Содан кейін